Сәлеметсің бе? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Видеоларға назар аударып, нелерді көріп тұрғанымызды бірге атайық. Лимон, балық. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Піл. Бұл сөздердің барлығында қай дыбыс қайталанады екен? Дұрыс айтасың. У дыбысы. Бүгін біз у дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл у дыбысының бас және кіші әрпі. У үнді, дауыссыз дыбыс. Оны айтқан кезде тіліміз тісімізге тиіп, кедергімен айтылады. Дауыссыз дыбысты көк түспен белгілейміз. Өткен сабақты қайталау үшін сілтемені басып қайталап көр. Буындардағы әріпті бөлмей, созып оқуға дағдылан. Бірге оқиық. Ал, ал, ла, 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 а, ла, тал, тал, алға, алға, талғат, талғат, талғар, талғар. Орнымыздан тұрып, сергіту жастығын жасайық. Бірге қайтала. Жазылым. У әрпінің бас және кіші әрпін дәптеріңе жаза қой. Үлгімен қайтала. Ұйқасын тап. Ақ, ақ, ақ. Секең деген лақ. Дұрыс айтасың. Дыбыстық талдау жасайық. Лақ. Лақ дегенде у дыбысы сөздің басында кездеседі. Түлкі. Түлкі сөзінде у дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Гүл. Гүл сөзінде у дыбысы сөздің соңында кездеседі. Яғни у әрпі сөздің басында да, ортасында және соңында да кездеседі екен. Ойлан тап. У әрпі көрсетілген орында болатындай етіп, сөздерді тауып жаза қой. Дұрыстап ойланып, тауып жазатыныңа сенемін. Керемет, жарайсың балақай. Келесі кездескенше қош сау бол.